Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы грамм-теріс бактериялар және олардың құрылысының ерекшеліктері. Грамм-теріс бактериялар кристалл күлгін эталонмен шайылып, жасуша түссізденеді. Содан кейін жасушалар сафранин мен қызыл түске боялады. Грамм-теріс бактерияларда липополисахаридті қабат болады. Олар антибиотиктер мен басқа да заттарға тосқауыл болып, ішкі цитоплазмалық мембранаға жетуге мүмкіндік бермейді. Грамм-теріс бактериялардың жасуша қабықшалары химиялық құрамы бойынша біршама күрделі. Оларда көп мөлшерде нәруыздар мен және қанттармен байланысып, липопротеидтер мен липополисахаридтердің күрделі жүйесін құрайтын липидтер болады. Грамм-теріс бактериялар қабықшаларының құрылымы да күрделі. Ішкі қабаты мурейнен тұрады. Оның үстіңгі бетінде селдір орналасқан нәруыз молекулаларының неғұрлым үлкен қабаты болады. Жасуша қабықшасы өткізгіш. Ол арқылы қоректік заттар жасушаға еркін өтеді. Зат алмасу өнімдері сыртқа шығарылады. Коккалардың грамм-теріс бактерияларға жататын жалғыз тобы диплококтар. Спираль тәрізділердікі спирохеталар. Сальмонелла. Сыртқы ортада тіршілігін ұзақ уақыт сақтай алатын қозғалғыш майда бактериялар. Олар адамның ішек жолдарына түсіп, жұқпалы ішек ауруын тудырады. Ашық су қоймаларында 120 күнге дейін, теңіз суында 217 күн, топырақта 9 ай, бөлмедегі шаңда 517 күн, шұжық өнімдерінде 130 күн, жұмыртқада және мұздатылған етте 13 айға дейін тіршілік етеді. Сальмонелла үшін жоғарғы температура жойқын. Оларды бірден өлтіреді. Назарларыңызға